құрметті Ботақара кентінің тұрғындары және осы кітапхананың ормандай көп оқырмандары, сіздерді мынау Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өйткені ата заңымыздың өмірімізден алар орны ерекше. Бұл үлкен мереке, бұл мерекеміз тәуелсіздігіміздің тұғырының негізін қалаған мереке десек артық айтқандығымыз болмайды. Кітаптың біздің өмірімізден алар орны ерекше. Ол біздің рухани жан дүниемізді жаңартып, келешегімізге, өмірімізге мәңгі беретін азық деуге болады. Ол рухани азық. Ендеше оқырмандарымыздың осындай рухани жан дүниесін байытатын көркем шығармалар мен әдеби туындылар көп болсын. Оқырмандарымыздың барлығына сәттілік тілеймін. Кітап біздің бұлақ. Ол адамды жан дүниесін сусындататын. Ендеше оқырмандар көп болсын. Барлық кент тұрғындарын ата заңымыздың төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке бірлік, еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Уважаемые жители Бухаржиравского района, я хочу поздравить вас с праздником, с Днем Конституции. Пожелать крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Пусть наша многонациональная страна процветает. Қайырлы күн, қымбатты достар. Баршаңызды Қазақстан Республикасының Конституциясының 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда баршаңызға бейбіт өмір, игі бастамалар мен бақ береке тілеймін.